Саламатсыздар ме? Қадамдарыңыз құтты болсын. Бүгінгі біздің қадам атты шебер сыныбымызға қош келдіңіздер. Алғашқы қадам, құрметті ата-аналар, элеватор пич деп аталынады. Қазір орнықтың артында тұрған қорғаныш жилеттерін аласыздар да өздеріңіздің топтың атын атап эмблемасын шығаруларыңыз керек. Дәл сол сияқты сіздер де. Кеттік. Өте қатыстырдылар. Сондықтан сіздің топтың аты күн шуағы. Bizim topumuz Bestan. Отыра қойсақ. Құрметті ата-аналар, келесі қадамымыз идея бум. Бумда сіздерге ситуация беріледі. Қазір мен экраннан ситуация қоямын. Сол ситуация әр отбасында болатын жағдай. Сіздер мен стопқа қойған кезде әр қатысушы өзінің нұсқасын айтады, өзінің вариантын айтады. Сіз болсаңыз не істер едіңіз? Хош, шүмеші, ойнамай болды. Кел, біткен айтышы. Ат болшы, ойнайықшы деп мазамды ала береді. Кел отыршы. Бектас, менің де туған інім бар. Ол сенің көкең. Мен айтышым, енді ол сабыр сақта, ол сенен кішкентай ғой, кішірек інін. Сен оны тыңдауың керек. Тыңдауың керек деп. Егер сондай ситуация болса, жағдай егер екеуі үлкенге айтамын, сен кішірексің ғой, қоя сал деп. Мен ондай жағдайда ағасынан үлгі алады деп, үлгілі аға бол деп айтар едім. Ақыл айтар дедіңіз. Жақсы, қаттырақ шығыңыздар. Әрине тоже сондай ситуация бар. Но мен айтам всегда не деп. Кішірей сал, нен ғой, кіші бауырың ғой деп, онан ғой деп, ет деп. Спокойно бол, түсіндір, айт, түсіндір деп айтам. Солай айтам. Мен ойымша тоже кішінің ақыл айтып, біраз үйретіп, солай етші. Ойын жеткізім айтам. Үлкенді тыңдау. Естеліктер мәселелерін жүректеріңді жұмсартады. Бір-біріне бауырмашылықтарын арттырады. Мейірімді боласыңдар. Інім келіп кел ойнайық, сен ат болшы десе, бола сал. Ол өте жақсы нәрсе болған. Түсіндің бе? Түсіндім. Осы ғана маған көбірек берсеңізші. Балам, мен саған ол. Ал, егер де балаңыз берілген ақшаны жаңағы ассынса, қалай түсіндіресіз оны? Мен түсіндіршідім, бұл ақшаның құны болу керек. Оны енді бала қазірден бастап үйретпесек, оны қалай дұрыстап ұстасын. Бізде ондай ситуациялар өз болып тұрады. Енді қазақта мынадай мысал сөз бар ғой, барға қанағат деген. Солай түсіндіруші едіңіз, иә? Жақсы. Енді менде балалар өсіп келе жатыр ғой. Қызым әрбір заттың, әрбір нәрсенің өзіне құны болады. Мысал үшін сен бұл ақшаға қазір өзіңе керек нәрсені аласың да, оны бірден жеп қоясың. Бірақ қанағатшыл бола білу керек. Себебі сен ақшаны жинаған сайын, ол сенде көбейе береді. Бірақ өмірдің негізгі мәні бұл ақшада емес, оның аз көп екенінде емес. Сенің осы ақшаны күтіп ұстай білуіне байланысты деп айтар едім. Керемет жауап, жақсы. Жарайды. Мен енді балаларыма аз берсем мен берейін. Бірақ қанағатшылық, шүкіршілік болу керек адамда. Азды аз демей, көпті көп демей, бұл дүниеден жақсырақ өтуің керек деп айтамын. Керемет жауап. Мен де солай айтам, айтушы едім, немерелерімге айтам ғой. Мына ақша аз емес, айтпаңдар аз деп, мына ақшаның үстіне қосылады ақша. Мына не керек, соны аласыңдар, соған тәуба шүкіршілік деп айтыңдар деймін. Керемет жауап. Бер алам. Сен оған үйленіп аласың. Ал мен алтынды болжай алмаймын. Ертең саған беріп жүрген ақшаны тауып бере алмай қалса, сен ол ақшаны көшеден іздей бастайсың. Ал көшеде шашылып жатқан ақша жоқ. Ұрлайсың, алдайсың, өзіңнен кішкентайларға әлімжеттік жасайсың. Ал оның арты не болатынын айтудың өзі қорқыныш. Бұл біріншісі. Жарайды, мен саған 5.000 теңге бердім. Тіпті 10.000 теңге болсын. Әр отбасының жағдайы әртүрлі болады.
есіктен шығарып тұрған кезде қасындағы достарының көңіл күйі түседі. Сосын үйлеріне барып айтады, ана Бектастың әкесі осындай ақша береді, сен неге маған бермейсің деп. Осыдан бөліп жару басталады. Ал сенің ол балалардан ешқандай артықшылығы жоқ, олардан тура сен сияқты бала достықтарының арасына сызат түседі. Ол дұрыс емес балам. Кейін өзің жұмыс істейсің, адал кәсіппен ақша табасың, сол кезде не істесең де өзің білесің балам. Түсінің бе? түсіндім әке. Мен кеттім сабаққа. Ата-аналар осы идея бум тренингі әрқайсымызға ой салды деп ойлаймын. Сіздер осы ситуацияны өз ақыл кеңестеріңізді, оңтайлы шешімдеріңізді айттыңыздар. Өте жақсы орындадыңыздар. Келесі бізде капсула сюрприз деп аталынады, иә? Бір-біріне таңдап алыңыздар, мынандай таңдап алыңыздар. Қалпағын ашып шешіп қоясыздар. Сосын формаға бүйтіп толтырасыздар. Формаға толтырасыздар. Қолыңыздағы капсула бұл сіздің бүгінгі эмоция капсулаңыз. Бүгін біз ішкі әлемімізге үңіліп, эмоцияларымызды тануға, сезінуге және оларды қауіпсіз түрде білдіруге мүмкіндік алдық. Әрбір эмоция бұл өзімізді тануға жасалған қадам. Эмоция капсуласы арқылы біз жүрегіміздің бір бөлшегін бөлісіп, бір-бірімізге жақындай түстік. Ұмытпаңыздар, эмоцияны жасыру әлсіздік емес, ал оны түсініп, дұрыс жеткізе білу үлкен күш. Өз сезімдеріңізге адал болыңыздар, себебі шынайылық ішкі тепе-теңдіктің кілті. Әр күніңіз шуақты, эмоцияларыңыз жарқын болсын.